Ассалаумағалейкум ағайын. Ас бұл тек жиын емес, ас тарихтың тірі тынысы, ұрпақтың үнсіз байланысы. 2026 жылдың мамыр айының 16 күні Құттық баба ұрпақтарының жылдағы дәстүрлі ас жиыны биыл Жамбыл облысы Жамбыл ауданында тұратын ағайындардың еншісіне бұйырып, жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Бұл жолғы ас ерекше, себебі осы жиында Құттық баба ұрпақтарының шежіре кітабының тұсаукесері өтті. Ұрпақтың тамыры қағазға түсіп, тарих тағы бір мәрте қатталды. Сонымен қатар Құттық баба мемориалдық комплекс жанынан Өмірхан Сырғалиев атындағы аллея ашылып, ел есінде қалатын игі істің бірі жүзеге асты. Береке бірлігі жарасқан ағайынның басын қосқан бұл ас өз деңгейінде жоғары өтіп, көпшіліктің көңілінен шықты. Ал енді осы күннің әр сәтін, әр әсерін бірге көрейік. Бұл видеоблогта сіздерге сол күннің толық атмосферасын баяндап көрсетемін. Астың шымылдығы Құттық баба мемориалдық комплекс жанында орналасқан Өмірхан Сырғалиев атындағы аллеяның салтанатты ашылуымен түрілді. Бұл аллеяға 140 түп бозарша ағашы отырғызылып, ұрпаққа үлгі боларлық игі іс жүзеге асты. Ашылу салтанатында дәстүр бойынша лента қиылып, Құттық баба қорының президенті Қуатбек Еркінбек ағамыз бен оның орынбасары Мәдіхан ағамыз сөз сөйлеп, осы сауапты істі ұйымдастырған азаматтарға алғысын білдірді. Әсіресе әке рухына арнап осы аллеяны жасатып, арнайы есімі жазылған тақта орнатқан белгілі кәсіпкер Сырғалиев Ержан ағамызға ерекше ризашылықтарын жеткізді. Сонымен қатар марқұм Өмірхан Сырғалиевтің елге сіңірген еңбегі мен жетістіктері кеңінен атап өтілді. Бұл игі бастамаға куә болған Құттық баба ұрпақтары да өз ризашылықтарын білдіріп, сауапты істің жалғасын табуына тілектестік танытты. Астың жалғасы Құттық баба ұрпақтарының 2026 жылы жарық көрген жаңа шежіре кітабының салтанатты тұсаукесерімен өрбіді. Айта кету керек, бұл әулеттің алғашқы шежіре кітабы 2011 жылы жарық көрген болатын. Содан бері уақыт өз арнасымен ағып, қаншама жаңа ұрпақ дүниеге келіп, әулет қатары кеңейе түсті. Міне, сол өзгерістер мен толықтырулар жаңа кітаптан көрініс тапты. Бұл игі істің басы қасында жүріп, кітаптың жарық көруіне тікелей жауапты болған редактор Ұлбосын Айтөлен әпкеміздің еңбегі ерекше. Үлкен жауапкершілікті өз мойнына алып, бірнеше жылға созылған күрделі жұмысты табандылықпен аяқтап шықты. Салтанатты жиында оның ерен еңбегі ескеріліп, құрмет көрсетіліп, арнайы марапатталып, иығына шапан жабылды. Бұл тек бір кітаптың жарық көруі емес, бұл ұрпақтың тамырына қайта үңіліп, өткен мен бүгін жалғаған рухани көпір. Бұдан кейінгі іс-шара Құттық баба қорының игі істеріне және шежіре кітаптың жарық көруіне өз үлесін қосып, әулет тарихына қатысты деректер жинауға атсалысқан азаматтарды марапаттау рәсімімен жалғасты. Бұл тек құрмет қана емес, бұл ұрпақ үшін жасалған еңбектің бағалануы, тарих алдындағы жауапкершіліктің мойындалуы. Осы марапаттау сәттері мен құрмет көрсетілген азаматтар туралы толық көріністі алдағы видеодан тамашалай аласыздар. Алғысқат құрметті Ержан Өмірханұлы, республикамыздың айтулы ғылыми орталықтары мен жоғарғы оқу орындарында басшы қызмет атқарған, атқарып келе жатқан сіздің қазақ ғылымына қосқан үлесіңіз сүбелі. Алдағы таңда ғалым ретінде ел игілік жолында аса маңызды жобаларды жүзеге асыра беретіндігіңізге шүбәм жоқ. Қаншама уақытыңыздың тығыздығына қарамастан, Астанадан Таразға бірнеше мәрте арнайы келіп, Құттық баба кешенін абаттандыруға айрықша үлес қосқан азаматсыз. Соның бір дәлелі өзіңіз бас болып әулеттеріңізбен өмірден ерте озған техника ғылымдарының кандидаты әкеңіз Өмірхан Серғалыұлының құрметіне ашылған аллея мен белгітас. Бабалар рухына бағышталған осындай ұрпақтар сабақтастығын нығайтуға үлес қосар, игі де ізгі ұрпаққа үлгі болар ұлағатты істеріңізге ризашылығымызды білдіре отырып, өзіңізді Құттық баба қорының атынан алғыс хатпен марапаттаймыз. Қор төрағасы Еркінбек Қуатбеков.
Келесі кезекте Шымырата қорының алғыс хатымен Қуатбеков Айтбек ағамыз марапатталады. Шымырата қоғамдық қорының президенті Оңласын Есіркеев ағамыз. Айтбек ағамыз бар ма? Сол үшін осы марапат Шапан. Рахмет аға, марапат құтты болсын. Келесі кезекте осы Құттық баба қорының өткізіп жатқан іс-шараларына белсене қатысып жүрген азаматтар марапатталады. Дәурен Қанатбек алғыс хатпен марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Қабал Байғазиев ағамыз марапатталады. Қабал аға бар ма екен? Қамал аға. Дәл осындай алғыс хатпен Көлбаев Сағатбек ағамыз марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Қазақбаев Қанат ағамыз марапатталады. Көлбаев Сағатбек, Билікөл ауылының тумасы, өзі Құттық. Мінеки осы кесененің әкімшісі. Көшелдегі жұмысқа, тәртібіне, бәріне осы кісі қарайды. Мінеки жақсы қарап жүр, талдар өсіп тұр, айнала таза. Сол үшін марапатталады. Көлбаев Қанат ағамыз Шу Абай ауылындағы Құттық бабаның ұрпақтарын ұйымдастырып, бәріне ұйытқы болып жүрген азамат. Сонымен қатар Алтынхан Нартаев ағамыз марапатталады. Алтынхан ағамыз бар ма екен? Нартаев Алтынхан. Дәл осындай алғыс хатпен Исаев Дәнешбек ағамыз марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Асқар Әлімқұлов ағамыз марапатталады. Асқар ағамыз бар ма екен? Дәл осындай алғыс хатпен Оспанов Жайшыбек ағамыз марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Мықтыбек Айтубаев ағамыз марапатталады. Мықтыбек ағамыз бар ма? Мықтыбек аға. Дәл осындай алғыс хатпен Алмат Юсупов ағамыз марапатталады. Алмат бар ма екен? Юсупов Алмат ағамыз. Дәл осындай алғыс хатпен Жұмағұлов Ардақ ағамыз марапатталады. Жұмағұлов Ардақ ағамыз бар ма? Шымырата қоғамдық қорының алғыс хатымен Шакизада Ибраим марапатталады. Ізгі ниетпен қор төрағасы Оңласын Есіркеев. Шакизадаға. Дәл осындай алғыс хатпен
Ембердиев Жұмағұл ағамыз марапатталады. Жұмағұл ағамыз бар ма? Дәл осындай алғыс хатпен бүгінгі іс-шараға атсалысып жүрген Нұржан Жүнісов ағамыз марапатталады. Осы видеоблог барысында Құттық Баба қорының президенті Қуатбек Беркінбек ағамыздың биылғы өткен Құттық Баба ас жиыны мен атқарылған игі жұмыстар жайлы берген сұхбатын назарларыңызға ұсынуды жөн көрдім. Бұл сұхбатта ағамыз астың маңызы мен ұйымдастырылу барысында кеңінен тоқталып өтті. Құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. 16 мамыр күні кезекті Құттық бабамыздың асы өткізілді. Асты ұйымдастырған жігіттер кезек бойынша Жамбыл ауданының жігіттері. Дәнешбек Исаев бастаған және Әлихан Донаев бастаған жігіттер өте жақсы өткізді деп есептеймін. Адам көп болды, ұйымдастырған түрде өтті. Аллея ашылды, Өмірхан Сырғалиевке арналған. Оны аштық, лентасын үйіп. Одан кейін жаңадан шыққан шежіре кітабымыздың екінші басылымы шыққан. Соның тұсаукесері болды. Тұсауды кескен жаңағы кітаптың құрастырушысы Айтөлен Ұлбосын Тұрсынқызы. Соның тұсауын кестік. Марапаттар болды. Биылғы жылы көп жұмыс істелді. Жаңағы шежіре кітабын жазып бітірдік. Оған өзіміздің ағайындар бәрі ауыл-ауылда, әулет-әулеттен, ата-атадан бәрі атсалысып, тез арада бітіріп, баспаға тез арада беріп, баспада тез арада бітіріп, осы 16 мамыр айына дейін, асқа дейін кітаптың иелеріне ақша төлеген. Бәріне таратып үлгердік, бәріне бердік. Қолдарына тиді шежіре кітабы. Бұл жолы шежіре кітабын әр әулет, әр жанұя, әр ата өздері жазды. Өтіленова Ұлбосынды тауып, сол кісі келісім беріп, өшелде жиналыста ол кісіні ағайындармен кездестіріп, ағайындардың келісімін алып, содан кейін сол кісіге тапсырдық. Ол кісі көп жұмыс атқарды. Шежіре кітабы ататек тізімінен тұрады. Ататек тізімінде жаңа айттым ғой, әр ата, әр әулет өздері жазды деп. 1000 дана шығардық, бәрін таратып бердік келеге. Бағасы 6000 теңге болды бір кітаптың. Шежіре кітабынан басқа да жұмыстар кесене басында, Құттық баба қорында басқа да жұмыстар атқарылып жатыр. Өткен жылы ағайындардың қолдауымен өте белсенді ағайындар бастырма керек болған соң белсенді қатысты, тез арада ақша жинады. Құрылыстың басында өзім тұрдым, өзім басқардым 1 ай бойы, 2 ай бойы. Сөйтіп, март айында бастап, апрель көкек айының аяғына дейін, асқа дейін бастырманы бітіріп, өткен жылғы ас сол бастырманың астында өтті. Биылғы жылы тоже ас сол бастырманың астында өтті. Ыңғайлы, кең, 4 қатар стол қойса 500-600 адам сыйғызуға болады. Енді сол бастырманың айналасында талай жұмыстары былтыр, өткен жылы, биылғы жылы жүргізіліп жатыр. Өткен жылы, биыл жүздеген тал ектік. Ағайындар қолдаса, енді сол жұмыстардың бәрі орындалады деп есептеймін. Рахмет. Астың келесі бөлімі Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Мәдениет үйінің күміс көмей әншілерінің концерттік бағдарламасымен жалғасты.
Өнер мен рух астасқан бұл кеште әуелеген әндер көпшіліктің көңілін көтеріп, жиынның сәнін кіргізді. Бәрі туыс ел жақта, аңқылдай долар, қарамай долар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылға барам, бәрі туыс ел жақта, аңқылдай долар, қарамай долар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Астың келесі бөлімі спорттық бағдарламалармен жалғасын тапты. Командалық арқан тарту сайысы өте тартысты өтіп, әр ауылдан келген жігіттер өзара нағыз мықтыны анықтады. Ал гір көтеру жарысында жұмыр білекті намысты жігіттер өз күштері мен төзімділіктерін көрсетіп, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Жарыс жеңімпаздары арнайы қаржылай жүлделермен марапатталып, бұл додаға ерекше серпін берді. Бұдан кейін асқа келген қонақтар арнайы жайылған ақ дастарханға шақырылып, әруақтарға бағышталып Құран оқылды. Одан кейін қонақтар молынан жайылған дастарханға жайғасып, дәмі тіл үйіретін палаудан дәм татты. Жалпы ас мәзірде, қонақ жайлықта келген жұрттың көңілінен шығып, берекелі жиынның шырайын кіргізгені анық. Биылғы асты ұйымдастыруда үлкен жауапкершілік танытқан азаматтардың бірі Жамбыл ауданындағы Құттық Баба қорының сенімді өкілі Дәнешбек Әліпбайұлы ағамыз болды. Осы орайда біз ағамыздан астың ұйымдастыру деңгейі мен жалпы өту барысы жайлы пікірін сұхбат барысында тыңдап қайттық. Құрметті Шымыр баба төрт қарағай ұрпақтары, сіздерге мінекей бүгінгі мен берейін деп отқан мәлімет біздің биылғы жылдағы Шымыр бабаның, Құттық бабаның кесенесіне жылдағы беріп жүрген ұрпақтарының берілген ас Құран бағыштау туралы болмақ. Бұл енді өзі бізге бұл 2011 жылдан бастап үрдіске айналған. Бұл Құттық бабаға ас беру сол 2011 жылдан бері қарай үзілмей бабаның аруағына арналып ас беріліп келе жатыр. Жылда бір ұрпағы, сол Құттық бабаның 9 баласының бір ұрпағы ұйымдасып, өздері Құран бағыштап, елдің ризашылығын алып, халықтың ризашылығын алып, Құттық бабаның аруағына арнап Құран оқытылып жатады. Соған біз биылғы жылы 2026 жылы Құттық бабаның осы Жамбыл облысы Жамбыл ауданындағы ұрпақтары жиылып, осындай жиын өткізіп, ас беріп, Құран бағыштадық. Өте бір жақсы деңгейде өтті. Бұл бұндай тіршілік елменен бірлескен елменен бітетін тірлік қой бұл. Осы ағайындардың бәріне, осы атсалысқан ағайындардың бәріне үлкен рахмет айтамыз.
Мысалы мынау Өрнек ауылынан, Ерназар ауылынан, мына Ақбастау ауылынан, біздің Жамбыл ауданы осы Асаның ішіндегі Құттық бабадан тараған ұрпақтары бар, немере шөберелері бар. Солардың бәрі бірігіп өте бір керемет ас өткіздік деп өзіміз ойлаймыз. Өте жоғарғы деңгейде өтті. Оның үстіне биылғы жылы өзі бір сондай бір сәті түскен не болып тұр. Бұл биыл мына 2026 жылы 2011 жылдан бастап мынау біздің Шымыр Құттық бабаның шежіресінің қайта жаңғыруы. Ол да бір осыған бір себеп болып, соның әсері болды. Тағы да басқа да жаңағы мынау бұрынғы біздің кесененің алдынан тағы да кесененің ішінде даже жақсы бұрынғыдай емес талдарақтар орнатылып, оның ішіне қазір талдарақтар сыймай қалып, даже сыртына Құттық бабадан тараған ұрпақтарына аллеялар ашылып жатыр. Ол да бір жақсы үрдіс. Өте бір жақсы керемет үрдіс болып жүр. Бұл енді осы жалғасын таба берсе дейміз. Ұрпақтар осы бабасын ұмытпаса, әруақ сыйлаған еш уақытта қор болмайды ғой. Әруақты сыйлағанның сауабы мол болады. Сол үшін ұрпақтарымызға, осы Құттық бабадан тараған ұрпақтарымызға айтатыным, осы үрдісті жалғастырып, жылда осы асымызды беріп, Құран бағыштап, сол кісілердің әруағына Құран бағыштап отырсақ дұрыс болар еді деп өзім ойлаймын. Тағы да айта кететін нәрсе, мен тағы да бұл енді жылдағы істеліп жатқан үрдіс қой, соның ішіндегі ерекшеліктерін жаңа айтып кеттім ғой. Биылғы мынау Құттық бабаның шежіресінің 2006 жылғы жаңарып шыққаны туралы бір өте бір қуанышты сәт болып тұр. Өте бір керемет үрдіс болды. Осыдан кейінгі енді қай жылы бұл тағы да жаңарады, оны бір Алланың несіне, бір Аллаға мәлім. Болар енді, ол да бір болар. Осы ұрпақтар ата бабасын біліп, тегін ұрпағын біліп сөйтіп жатса, одан ешқандай зиян шекпейді деп өзім ойлаймын. Әр уақытта жақсылық болсын, ұрпағымыз өсіп өне берсін, деніміз сау болсын. Мынау Шымыр бабадан тараған 4 қарағай ұрпақтары, Құттық баба балаларының бәрі аман болып, ер жетіп, өсіп өніп, биіктен көріне беруіне тілектеспін. Жақсы, рахмет, аман болыңыздар. Осылайша биылғы Құттық баба ұрпақтарының ас жиыны жоғары деңгейде өз мәресіне жетті. Бұл ең алдымен ағайынның ауызбіршілігінің, татулығы мен ынтымағының жарқын көрінісі болды. 2026 жылдың тағы бір ерекшелігі Құттық баба шежіресінің жаңа нұсқасының жарық көруі. Бұл ұрпақтың өз тарихына, өз тегіне, жеті атасына деген құрметі мен танымға деген талпынысының айқын белгісі. Оның бір дәлелі, осы шежіре кітабын қолына алған ұрпақтардың қуанышты сәттері мен асқа жиналған ағайынның жүзінен байқалған жылылық. Бұл тарихтың тек кітапта емес, жүректе де өмір сүріп жатқанын көрсетеді. Егер бұл видеоблог сіздерге ұнаса, менің Дәурен Қанатбекұлы YouTube арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, жылы пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп демекші, бірлігіміз бекем болсын. Келесі жылғы Құттық баба ұрпақтарының кезекті асында Алла қаласа аман есен жолығайық, ағайын.